тұрып көреді олар. Короче, этот JSON сервер дегенді біз соңғы сабақтарда көрдік қой, иә? Жақсы зат екен, все дела, но мен ана енді логин регистрацияны көрсету үшін маған кішігірім бэкэндте логика керек қой. Бэкэндте кішігірім біреу тексереді, логин бүйтеді, сөйтеді деген кішігірім логика керек болады. Тем более біз ары қарай токен деген нәрсемен жұмыс істегенде, оны айтам, түсіндірем токен деген не. Ол кезде вообще тем более бэкэнд керек болады. А JSON серверде бэкэнд жоқ, просто сервер плюс баз данных болып тұр ғой, ол сервер плюс JSON болып тұр. Ешқандай логика жоқ та. Сол үшін JavaScript-тің бэкэнд фреймворкын қарастырдым. Біз соған бүгін кіретін боламыз. Біз JavaScript-тің фронтенд фреймворкын уже үйреніп жатырмыз, ол React болып отыр. Енді бэкэнд фреймворкі бар, соған кішігірім кіру керек. Жарай ма? Бэкэнд жағын Node.js деген нәрсемен жаза беруге болады. Node.js деген біз ета қондырып қойдық қой. Сонымен по идее жаза беруге болады бэкэндті. Но онымен жазу ұзақ болады да. Node.js-те жасалған, Node.js-тің үстінде жасалған Express.js деген фреймворк бар. Вообще оңай қылып береді бэкэндті жазуды, өте оңай қылып береді. Соны бүгін қолданып, соған кішігірім кіріспе жасаймыз. Осы екі сабақ насчет бэкэндда болады, тема бэкэндті үйренеміз. Ары қарай сол бэкэндті фронтпен қосып үйренеміз. React-імізбен қосып үйренеміз. Пока React деген тема жоқ, пока тек бэкэнд. Ол үшін не істеймін? Ол үшін мына жерде сол мен бір жаңа папка құрайын. Мысалы менде React деген папка уже жатыр мына жерде. Осы жерге құра берейік. Бізде React деген папкада AIDA деген жатыр. Бізде AIDA деген жоқ еді ондай группада. Біздің неміз өшіп қалды, значит, иә? Ну-ка. Басқа React деген тема жоқ па мына жерде? До дискіне салып едік па или? Өшіп тапты. Жарайды, осы жерге ұра берейік онда. Бізге народ, мен React деген папкаға ұра берем, бірақ неге қатысы жоқ вообще? React-қа қатысы жоқ. Просто жаңа папкада құра берсеңдер болады. Вообще React-қа қатысы жоқ, жарай ма? Новый папка құрыңдар. Мен мысалы мына жерге новый папка құра салайын. Оның атын сервер дей салайық, чтобы сендер шатаспайтындай. Мына AIDA деген вообще бізге қатысы жоқ, ол керек емес. Біз сервер дейік. Сервердің папканың ішіне кірем, көріпсіңдер, вообще тап-таза, ештеңе жоқ. С нуля жасаймыз. Бірінші не істейміз? Мен мына жерге бүйтіп аламда или CMD-ға осы папкаға келу керек CMD арқылы. Бізде білесіңдер, CMD деген тема бар. Ctrl-R, лишний ашып жібермей. Ctrl-R, CMD деп, мына папкаға дейін баруға болады, иә? Мына папкаға дейін. Users, нәрсе деп, либо қалай оңай жолы бар еді ғой? Мына жерге аламыз да, иә? Мына жерге аламыз да, прям браузеріне немет, браузер бұл. Адресінің орнына CMD деп жазсамыз. Сразу сол папкада ашып береді, иә? Сервер деген папканың ішінде тұрмыз, дұрыс па? Кішігірімнен азайтайын да. Фон бізде ақ болсын, текст бізде қара болсын. Окей дейін. И шрифт азайтайық. Қатты үлкен болып кетті. Мына жерге бір 52 дей салайық примерно. Нормально деп ойлаймын, иә? Пойдет, иә? Қатты үлкен болып кеткенде жаман да. Енді мен папкада тұрып, пустой папкада тұрып не істеймін? Сендер ана React проекттеріне қарасаңдар, даже мен на React проектке қарайық. AIDA деген басқа группамен, но тоже React проект қой. Считайте, сендер не ұқсайды. Любой JavaScript-те жасалған проект React-та жасала ма, или қазір Express-те жасаймыз ба? Мынандай package.json деген файл болады. Біз оны до этого не замечали, енді қатты мән берген жоқпыз. Package.json деген файл болады. Оны ашсаңдар, ішінде проект туралы общий информация, қандай библиотекаларды қолданған деген нәрсе мен аз көрсетемін. Міне, проекттің аты, қандай версияны өзгертіп отыр ғой, оны со временем. Анау мынау dependency деген қандай библиотекалар қолданып жатыр, біз Axe қолданып жатырмыз, Bootstrap. Мынау өзінің керек React деген библиотекалары. Біз тартқаналар, иә, Axe, Bootstrap деген тартқан. JSON сервер тарттық и так далее. Көрсің бе? И басқа заттар. В общем, любой проект, любой React проект, там, JavaScript-те жазылған бір проекттің нелері, осындай package.json деген, по идее, файл болу керек. Общий, да? Типа любой проект. Осындай файл құру үшін бізде мына жерде біз серверде тұрмыз қазір, иә? Пока пустой папкада. Мына жерде тұрмыз ғой, иә? Біз серверде аламыз да npm init дейміз. Init деген сол как раз сол файлды құрады. npm init деп жазсаңдар, каждый нәрсені жазу керек, атын жазу керек, версиясын теріп отыру керек, да? Міне бүйтсеңдер қараңдар. Сверхскоростной ғой біздің компьютер мен интернет. Көріп тұрсыңдар ма астында міне package name жаңағы
аида деп тұрды ғой ана проект бізде. Мына жерде білмеймін там my server дей саламыз ба, версиясын жаз дейді, ананы жаз дейді, осылай бәрін жазып отырмағыларың келмесе, не деймін мен, қайтадан істеймін да, npm init деймін да, бірақ y деймін, по умолчанию заттарды өзі толтырып береді. Ештеңке сұрамайды, өзі толтырып береді, по умолчанию ұра береді. Осылай істей салайын. Ой, міне, өз деп берді, атын сервер қылып берді, версиясын бір деп берді, description жоқ. Мынау қай файлмен запуск болады? Бізде index.js деген файл болу керек. Сол файлдың ішінде код, основной код болу керек сервердің. Қазір оны жасаймыз. Скрипт ештеңе жоқ, басқалар қатты маңызды емес. Осымен автор керек болса, автор жазып қоюға болады. Ол нені көрсетіп тұр? Міне көріп тұрсың ба? Package сондай файл пайда болды ғой. Соны көрсетіп тұр ішіндегісін. Мен не істеймін? VS Code ташайын да сразу. Сразу айтайын, мен бэкэндқа қатты мән бермеймін. Но мынандай темада не үшін мен Express.js-ті неті қосып жатырмын. Хотя бізде фронтенд қой, бізге бэкэндқа вообще қатысымыз жоқ қой біздің сабақ, былай айтқанда. Біреулерінде Spring бар, иә? Олар Spring қосқысы келеді де, в будущем Spring қосады. Spring'та ана темалар бар жаңағы, токен, авторизация бәрі бар да, регистрация деген. Біреулер Spring жоқ балалар бар, иә? Spring өтпейтін. Spring деген сабақ жоқ балалар бар ғой, DMD ма біреулер. Олар не істейді мысалы? Олар қалай қосады? Spring білмейді, например, иә? Солар может Express.js-пен істеу мүмкін. В будущем көреміз, короче. Кім Express-пен істейді, кіммен оны потом сөйлесеміз, но сендерде андай да, біреулерінде Spring бар, біреулерінде Spring жоқ. Соны без бэкэнді алып тұрсыңдар да. Но тексергенде Express-қа қатты мән бермеймін. Мәнді в основном беремін React-қа. Но сендерге бэкэнд керек по-любому. Минималка бэкэнд керек болды. Сол үшін түсіндіреді. Окей? Мен ана жерде не істеймін? Open folder ашам, жаңағы сервер деген папканы аша салайын. Ішінде қазір құра бастаймыз ғой бәрін. Ашылды тек package.json тұр, package.json жаңағы иә, міне, көріп тұрсыңдар ма? По умолчанию жазып берген заттар, иә. И мынандай файл бізге құру керек, index.js, дұрыс па? Бірақ оны құрмай тұрып, маған не керек? Жаңа көрдіңдер ғой, AIDA деген проектте dependencies тұрды, dependencies деді, и Access деген библиотекалар тұрды ғой, бізге керек библиотека. Мына жерге бізде жаңа мен айтқан Express деген библиотека керек, backend жазатын. Типа Node.js-ні өзінде жазу қиын, сол үшін мен Express качаю, и сонымен оңай болады backend жазу. Түсінесіңдер ма? Ол үшін мен не деймін, қайтадан жаңағы неге барам да? Өшіп қалды ма? Сервер деген не? Cmd-ға барам да? Сервер деген папкаға тұрып. Мына жерге тұрып. Не деймін? npm install express. Өте оңай backend жазу библиотекасы. Күш жасап қойған, қазір көрсетемін. Качать етеді. Ну, тез істейді ол, кішкентай библиотека. Осыны істегеннен кейін сенде уже node modules деген папка пайда болады. Бізде React-та бар ғой тема. Осында пайда болады. Неге өйткені оған библиотека качать ету керек, ол библиотекалар всегда node modules-ға качать ету береді. Соны енді ашсаңдар проекттеріңді. Міне уже node modules тұр. Ішінде көп библиотека. Бір жағынан сұрайсыңдар, не үшін көп? Біз ғана Express-ті ғана алдық қой, типа. Біз міне Express деген библиотеканы алдық қой, не үшін көп болып кетті десеңдер? Тема мынандай. Express деген библиотеканың ішінде package.json бар, ол өз-өзімен библиотека ғой. Каждый библиотекада да package.json болады. Түсінесіңдер ма? Типа Express үшін, Express.js-ның жұмысы үшін тағы да басқа нәрселер тарту керек ол өзіне. Түсінесіңдер ма? Библиотека ол тоже мини-программа. Оған да жұмыс істеу үшін бір нәрселер тарту керек. Енді Express.js-ның package.json-на барсаңдар, қараңдар. Мынау Express.js-тің несі? Ой, Express-тің несі? Package.json-ы. Көрсіңдер ма? Оған да библиотекалар керек. Express жұмыс істеу үшін де оған да библиотекалар тарту керек. Сол үшін мыналарды тартады. Мыналар ішінде package.json-дарында тағы бір нәрсе тартады. Сөйтіп, папка көбейіп кетеді. По сути, бізге Express.json үшін бәрін качать ету керек болды. Түсінесіңдер ма? Ол бізге қатты маңызды емес. Шош кетпеңдер деген ғой, осындай көп затты көргендерші, иә? Node modules тартылды, package.json тартып, package.log деген қатты маңызды емес, керек емес, бәрі бар. Енді маған тек керек мынау. Мен айтып тұрмын ғой, главный файл менде index.js болады, иә? Backend'тің главный файл. Не істеймін, просто создать файл дей саламын жерге. И index.js-ті құра саламын. И осы index.js-та біз полный backend'тің кодын жазатын боламыз. Backend'тің кодын не істеу керек, запрос алу керек, беру керек болды. Енді қараңдар, мынау React емес, кішігірім разница болады. 90% бірдей, өйткені JavaScript қой. React болсын, Express болсын, ол JavaScript-те жазылған фреймворктар, библиотекалар, сол үшін бірдей, но мысалы біз неде импорт деп жазсақ, React-та.
мына жерде олай емес, мына жерде былай. Мысалы, бір айнымалы құрасың, мысалы экспресс. Любой ат бере берсең болады, мен экспресс деп беремін, чтобы түсінікті болсын. Тең деймін да. Біз импорт деп жазушы едік, мына жерде просто require деп жазасыңдар. Require деген чем-то не PHP-ға ұқсайды. Бүйтеміз, и бізде папканы аты қалай Node Modules-та библиотеканың соны тарту үшін, мысалы менде express деген папканы. Значит, мына жерге просто express дейсің. Осылай библиотека тартылады. Express-те. Ой, Node.js-та, Express-те. Так. О. Болды ма не уақыт? Я отырмын. Орындықта болсыңдар. Соңғы рядтарға көрініп тұр ма код? Үлкейтейін ма кішігім бүйтіп? Үлкейтейін ба? Бұлай нормально, не? Еще? Орындықты деп келесіңдер ау, білмеймін мен неге жоқ болып кеткен. Доллар алып кетті ма? Или реально бізде орын аз емді? Енді ашып қалтырасашы есікті. Түсінасыңдар ғой, народ, Енді қараңдар, мен бүйтейін қазір. Бір кішігірім код жазамын. Оны бүйтіп жазып отқанда түсіндірсеңдер, түсінбей қалуы мүмкінсіңдер да. Мен жазып болып, потом шұқып түсіндіріп беремін, жарай ма? Мынау түсінікті, мынау мен библиотеканы тартып отыр. Маған тағы бір библиотека керек болады. Body parser деген библиотека керек болады. Тоже require дейін. Ол библиотека уже тартылып қойған, өйткені ана бір-бірлерінің зависимостьтарында бар да. Мына жерде міне қазір міне body-parser деген библиотека бар. Ол не үшін керек? Қазір чуть позже көрсетемін. Просто пока жаза салайын. Body parser. Осылай жазылады библиотеканы аты. Так, тағы не керек болады? Мынау потом. Давайте бүйтейік онда. Мына библиотека маған отырып алсыншы бала. Все, отырыңдар ма? Видео ұзақ болып баратыр. Короче, мына библиотека мен тартқанда ол маған функция қайтарады. Қысқасы, народ. Мен мына библиотека экспресс тартқанда ол маған функцияға қайтарады. Экспресс деген демек маған функция келеді, мына айнымалыға функция келеді. Мен демек мына функцияны шақырып аламын. Оны шақырып мен бір бүйтсем міне. Бір айнымалы құрамын, app дей салайын. App деген приложение ғой, программа деген сол. А так любой ат бере берсеңдер болады. Тең дейміз да, мына экспресс деген айтты ғой, жаңа функция тартады, сол. Мына маған функция жібереді маған. Сол экспрессті бүйтіп шақырам, функция ретінде шақырам. Ол маған не қайтарады? Экспресс деген функция маған приложениенің объектін қайтарады. Типа программаның объектін дейміз, приложение объектін қайтарады. Демек менде app деген айнымалыда бір объекттер, ол программаның объекті ғой, по сути. Қазір көресіңдер. Экспресс сөйтіп жұмыс істейді. Қатты кіріп керек емес, примерно түсіне беріңдер. Бізде өйткені сабақ бэкенд емес, бізде фронтенд, жарай ма? Тем более сендерде бэкенд отдельно басқа болу керек, мен экспресс тығып жүрмін өзде, оңай болғаннан. Короче, app деген менде программаның несі объекті болады. App-ға мен біраз заттар жазып жіберейін, оны пока түсінбесек те болады, но мен потом чуть позже түсіндірем. Жарай ма? Экспресстен static деген функцияны шақырамыз. Қазір чуть позже түсіндірем. Мына жерде по идее түсіндіріп кетуге болады, паблик дейсіздер. Мынау мынандай зат, обязательно жазу керек екен экспрессте. Типа дұрыс жаздық өзі. Типа народ андай. Бір паблик деген обязательно папка болу керек. Мен құра салайын на всякий случай видеоға. Вдруг кейбіреулерінде істемей қалуы мүмкін. Мен мына сервер деген папканың ішінде паблик деген папка құра саламын. Ол папка не үшін керек екен? Құра салайын, паблик деген папка. И сол папканың атын жазу керек екен жерге. App use типа менің программам қолданады. Экспресстің ішіне статик деген метод шақырамыз да паблик деген не етеді екенбіз. Якобы паблик деген папканың ішінде нелер болу керек? Білмеймін, в будущем керек бола ма, болмай ма? Мынаны обязательно жазу керек екен экспрессте. Паблик деген папканың ішінде андай статичный файлдар болады. HTML, CSS, сурет, JavaScript, бір басқа JavaScript болса, сондай файлдар қою керек. Типа жазу керек дегеннен кейін жазып жатыр. Лишний проблема керек емес қой бізге. Бізге істесе болды. Соны потом тағы да екі нәрсе бар, use дейтін app.use. Мынандай нәрсе бар. Мен body parser деген библиотеканы алдым ғой міне. Require дедім да, мынаған жазып алдым айнымалыға. Сол арқылы мынандай нәрсе бар. Body parser'ның URL-ын код. Оны пока түсіндірмеймін, народ. Оны қазір программаға келгенде түсіндірем, жарай ма? Пока түсінбейсіңдер оны. Былай пример ретінде көрсетпегенде. Пока осылай жазсақ, пока түсінбейміз, чуть позже. Use дейік, body parser, JSON дейік. Қатты түсіндірем, окей?
осылай кете берсін. Вроде дұрыс жаздық. Мен өзім де мықты білмеймін оны экспрессті. Чисто бізге керек болғаннан кейін шұқып алып алдым да. Енді бүйтейік, қараңдар. Ең кайфы. Осы код жазыңдар, типа и все, минималка осы. Енді бүйтеміз. Біреу маған, мынау менде сервер ғой, по сути. Сервер жақта тұратын бэкэнд қой мынау менде. Мынаған запрос келеді, там get запрос, post запрос, put запрос келеді. И запросты қабылдап ответ беру үшін бүйтіп жазасыңдар, қараңдаршы қандай кайф. App, сол біздің экспресстің приложениесі. Точка get запрос келсе get дейсің, post болса post дейсің и так далее. Get запрос, любой запрос екі нәрсе қабылдайды екен. Бірінші нәрсесі ол путь, мысалы /home дейсі, например, тексеру үшін. Сонда не деп тұр маған? Маған /home деген URL-ға get запрос келсе, не істеймін дегенді мына екінші неге жазасың. Екінші не сенде андай не болу керек, функция болу керек. Стрелочный функцияны өзің білесің, но стрелочный жазған обычно дұрыс қой, типа былай. И мына функцияда екі не болу керек, параметр. Біреуі request, прям request жазсаң болады, разница жоқ, мен просто қысқа жазайын, request, біреуі response. Маған келеді запростың объекті, саған ана браузерден келген запростың объекті келеді, а мына объект арқылы сен ответ бере аласың, браузерге ответ жібере аласың. Болды, қараш қандай кайф. И мына ішіне жазасың логикаңды, не істейтініңді. Түсінесің ба, қазір көрсетемін. Типа /home'ға get запрос келсе, осы запроспен келген параметр нәрселер келсе, сен мынадан аласың да, мына request деген объектін аласың да, и жауап беру үшін response деген объект арқылы жауап бересің. Сонда ең оңайы былай, пока ешқандай параметр келмей қойсын, пока просто жауап бере салады. Мен мына response деген объект аламын да, точка send деген функциясы бар, один из. Send деген көп функцияның бірі. Send деп самый простой ответ жіберуге болады. Например, сервер, бүйтейік, сервер емес, бүйтейік. Home'ға get сұрау, запрос деймін, запрос келді дейсің. Осы ответ жіберсін. Мынау мен наоборот, мына строканы мен қайтарып жатырмын, браузерге обратно қайтарып жатырмын. Түсінесің ба? REST деген объект арқылы мен жауап бере аламын, көрдің ме? .send деп браузерге ответ жауап бере аламын. Request пока тиісіп жатқан жоқпын, тұра берсін. Потом қазір көреміз, қалай жұмыс істейді. Енді мына нені жаздық қой, типа, обработка. Запросты қалай обработка жасаймын, /home'ға get запрос. Енді серверді қосу керек. Серверді қосқанды бүйтесіңдер, app опять. .listen дейсіңдер. Listen деген сервер всегда тыңдап тұрады. Сервердің жұмысы запростарды тыңдап тұру. Запрос келді ма, келмеді ма деген тема. Listen дейсіңдер да, listenға екі зат жазасыңдар. Бірінші зат порттың номері, серверді қай портта запускаешь. Бізде 3000 занят болады, білесіңдер. React-қа кетеді ғой 3000 деген. Бір какой-то 3005 дей салайын, қатты алса кетпей қояды. Или 4000 дейсіңдер ма, 3005 порт сервердікі болады. И қайтадан не жазасыңдар мына жерге. Есімде. Шатас кетпей тұрғанда, тоже стрелочный функция жазасыңдар. Стрелочный функция может даже жазып та керек емес шығар, но мына жерде мына функцияда бит жазсаң болады, чтобы түсіну үшін консоль болады. Сервер started дейсі. Сервер қосылды деген. Типа app listen деген функция шақырылғанда, ол 3005 портты тыңдай бастағанда, мына функция шақырылады, мынау жазылады, сен мынау жазылғанда түсінесің, что сервер қосылды. Сервер қосылып тыңдап тұрғанын түсінесің, запрос тыңдап тұр. Все, теперь запрос жасай бер деген тема ғой. Түсінесің ба? Түсінді ма? Все, қараңдаршы, бір 15-16 строкада біз минимальный сервер жазып қойдық та, по сути. Ешқандай XMPP ештеңке жоқ, ол өзі Express.js жаңа Node.js-ге өзі сервер көтереді, өзі тыңдап тұрады и так далее. Бәрі өзі істейді. Кайф, е? Мынаны запускать ету үшін не істейсің? Біздің файлдың аты index.js қой, мына главный файлдың аты. Тем более сен package сонда айттың ғой. Главный файл index.js. Онда бетесің. Мына сервер деген папкаға тұрасың да, Node, мына жерде npm емес, Node пен запускать етесің. Node.js-ский проект қой, сервер жақ. Node дейсің да, и файлдың атын жазасың, просто .js жазып керек. Түсінесің? Node и index дейсің, файлдың атын жазасың. Без js, .js жазасың. Enter басасың. Көрдің ба? Сервер started. Ойбай, если не укет, да? Sorry. Сервер started дейді, демек тыңдап тұр, запрос жасалады. Енді запрос жасау үшін бізге не керек қой, пайда? React-ның программасын жазып, get запрос жасау керек қой. Пока React-ның программасы жоқ қой. Сол үшін біз Postman қолдана берейік. Postman бар ма да? Оны ойламай қалыппын, Postman скачать ету керек.
видеода қию керек болды ма не істеу же ничего страшного, может быстро скачать көрейік. Postman download дей салайын. Postman деген программа білесіңдер ма? Ана бір рет айтып кеттің ғой. Как раз енді React ештеңке дайын болмаса бэкэндқа запрос жасап тексеру үшін один из программ ғой, а так программа көп. Postman деген көп андай не программа, популярный да просто. Как раз видеоға download түсіп кетсін. Download. Жаңа download жасасау керек еді басында. Ай ойланбап. Мына жерде еще пауза жасауға болмайды, мен түсінгенім. Так, көрейік. Windows 64 скачать. Кетті, я? Долго екен, не? Пауза бар ма мұнда? Міне, Power база, я? Бар екен. Кетті ма? Уақыт кетті, я? Все. В общем, Postman'ды алып алғаннан кейін бүйтіп қондырғаннан кейін нені сұрайды да, email пароль сұрайды. Мен өзімдікі вроде бар, Google'дан тере салайын. Жоқ болса, походу регистрация жасау керек, өздерің көресіңдер ғой мынаны. Өз Gmail'ский жасаң, вроде осымен регистрация бар менде. Қарамандар парольға деп қалай. Все. Открываем. Таптым сенің. Вроде все. Открыть приложение. Делать заход. Уақыт кетіп жатыр ғой, дұрыс бәрі, а? Так, қараңдар, жаңа сервер істеп тұр, я? Еще раз, народ, сервер істеп тұр. Нені көрдік, я? Біз slash home'ға get запрос жасасақ, просто пустой, ешқандай несіз, параметрсіз, біз мынандай ответ алу керекпіз, я, по сути. Респонс, я, ответ алу керекпіз. Жауап. Postman'ға барамыз. Күтеміз. Postman'ға барамыз. Күтеміз. Йо. Тыш, народ. Чуть-чуть болды қосылды почти. Чуть күту керек болып кетсе, сөйлеп кетеді екенсіңдер. Кетіп, народ, қараңдар. Мына үлкейтейін. Postman'ды былай қолданасыңдар, я? Мынау лишний overview деген өшіп тастаймын. Данель. Overview деген өшіп тастаймын, мына жерге плюс басам. Плюс басында бір вкладка шығады, сол вкладкаға запрос жазасыңдар ғой. Мынаны алып тастайын, лишний керек емес пока. Мынау менің бұрынғы нелерім тұрқап тұр ғой, я? Мынау менің жұмыс нелері қалған ғой. Ничего себе. Короче, мына плюсты бастым, мына жерге не жазасыңдар ғой, бізде қалай http двоеточие / localhost. Видеодан көресіңдер ғой, что? 3005 дедім ба, порт? Двоеточие 3005 / home'ға, дұрыс па? /home'ға. Get запрос жасаймыз. Post, put, любой таңдау ғой, мен get деймін. И просто запрос жасаймын. И ответ күтемін. Ответ жоқ па не? Ответ что-то дұрыс келмей жатыр, я? 404 дейді, not found дейді. Localhost 3005. Дұрыс қой бәрі, я? Ну-ка, не болып жатыр? 3005, я, /home, get запрос. Ну. Или /home blind. Ой, blind, blind, я. Еще раз say. Надо сентик. Слэш дұрыс жазып жатық па? Или
бәрі дұрыс. Не болуы мүмкін? Не болуы мүмкін? Не дұрыс жазбадық? Так, require body extended. Қазір бір қарай салайын. Вроде бәрі дұрыс. Что дұрыс емес, а? Ну-ка, еще раз нет көрейінші, мынау может қуып кеткен шығар. Ctrl-S пен жауып қайтадан қоса салайын. Ол индекс. Или мына жерде бір нәрсе блок тұр ма? Ну-ка, HTTP localhost. Даже не жоқ қойдың, жоқ па? Localhost 3005 home. Енді дұрыс, яғни. Үштенке ауыстырған жоқ, өзі чуть-чуть анау. Біраз күтіп қалғаннан кейін сервер нетіп қалды. Не көрді ма? Көрді ма? Homeға get запрос келдігімізге ответ келді. Типа сервер бізге ответ беріп жатыр да. Демек сервер істеп тұр, енді мен не істегім келеді? Мынау түсінікті ғой, народ, кодтан бір сұрақтар бар ма? Мынаны қазір түсіндірем. Мынаны пока әлі айтқан. Енді былай істеп көрейік. Давайте осындай нәрсені құрайық тағы біреу. Осы қанша керек құрастыра бересіңдер. Типа slash homeға get келсе, или давайте мынандай нәрсе істейік. Енді пост запрос келсін маған. Homeға емес регистр деген неге келсін. Slash регистр, типа регистрация жасап жатқандай болады. Бірақ біз базаның орнына нені қолданайық? Мына жерге не қойып қойын? Пост емес, кстати, let дейсін. Өзгертеміз қазір. Users дейсін тең бір массив құра салайық. Массив пока пустой болсын. Или бір адам қоссақ, чтобы для примера, қандай болатындай, чтобы, бір адам қоссақ, по идее, в будущем көп адам болады, түсінесіздер ме, осылай? Вместо базадан. Не дейік? ID пока бір болсын. Не дейік? User, логин, email дейік. Email болсын, скажем. Кімді біреу жазса? JavaScript массив жасап жатырмын да, массив объектів, Emailді кімді нетсе? Хасан дейік. Хасан былай жазыла ма? И email болсын, username болсын, бедік, email емес, бедік. Password болсын. Хасан 1-2 болсын, и username болсын. Осылай болсын, Бірақ адам тұр, типа, регистрация жасап, тағы бір адамды енгізеді, жере ме? Хасан уже зарегался, тағы біреуді регистрация жасатамыз. Енді бетек, мынаны пока алып тастайын. По запрос келсе регистрға, біз ары қарай не істеу керекпіз? Бірінші біз мынаны құрастырып алайық, неде? Постманда құрастырып алайық. Мынаны мен өшіргім келмейді. На всякий случай тұра берші, слэш-ком тексергенге. Тағы да бір плюс бассаң болады, либо мынаны копировать етсең болады. Duplicate тап деп. Типа осы вкладканы тағы бір вкладка ашып копировать етеміз. Не істеп отырған жоқ та? Осындай кезде жұмыс істеп кетеді. Слэш-ком емес, слэш регистр, get емес. По запрос қыламыз қазір, дұрыс па? И бізге не жіберу керек қой бір нәрсе. Біз регистрация жасағанда новый адамның email паролін жібереміз ғой. Оны жіберу үшін не істеу керек? Мына запростың бадиына кіру керек. Запростың денесіне кіреміз. Всегда параметрлер запростың денесімен жіберіледі, Пост параметр, пост запростың параметр. Get болса URL-ға ораса болады. Body дейсіңдер, форм дата десеңдер, андай как форма ретінде кетеді. Помните бізде? PHP-де сұрағанда форм деп ашып жүріп қой, HTML-да. Form, input, name, ол мынандай нәрсе. Формамен жібергілерің келсе, форм дата деп параметрсіңдер, бірақ біз формамен жібермейміз, біз қалай жібереміз? JSON. Біз чисто JSON-мен жібереміз, ответ JSON-мен қабылдап үйрену керек, біз React-пен істейміз ғой, потому что. Сол үшін bodyға кірдім, форм дата емес, row деймін да. Row деймін, типа, и значит JSON таңдаймын. JSON, XML, неше түрі таңдау болады, JSON таңдаймын. Типа мен данныйларды JSON-мен жіберейін деп жатырмын запростың ішінде. Көрдіңіз ме? Сол қайда жазасыңдар, данныйларды, нелерді мына жерге жазасыңдар. Мен JSON объект жасаймын. Типа React-та жасап жатқандай болады, но React жоқ, біз осылай ұра берейік. ID бермеймін, ID өзі беру керек, сервер. Не берем? Жаңағыдай email берем. Кстати, мына жерде JSON-мен жазғанда всегда былай жазу керек. Жақшада жазу керек, народ. Сен көрдің ме? Одан үлкен қылсам уже симаға шақты. Email давайте біреу тұрып сәк. Кім бар бізде еще?
Рамазан ең қысқа аты айттыңдар ғой. gmail.com, дұрыс па? Паспорт, Рамазан 1-2-3 дей салайық. И не болды? ID жазбаймыз. Username. Қарасаңыз, қараңыз. Username бізде Рамазан. Дұрыс па? Осыны жібергенде Рамазан пайданы якобы массивқа кіріп кету керек та, регистрация болғандай. Массивті түсіндір ғой, мына массивті біз. Бізде база даналық жоқ, сол үшін орнына массив ұрып жатырмыз, түсіндір, ет қойын, чтобы сендер түсінікті болсын. Пока бір адам ғана зарегистрирован. Енді қараңдар. Сен мынаны жібергенде, регистр дегенге серверға запрос жасап жібергенде, пост запроспен, мына JSON объект саған қайда келеді? Request'in ішінде келеді. Өйткені request'in как раз запростың объекті ғой, соның ішінде келеді. А именно, сендерге көрсете салайын. Не деймін? Қалай көрсетсем болады? Давайте консольде көрсетейін. Console.log request'in ішіндегі body да келеді мынандай. Request деген объекттің ішінде body деген объект бар, соның ішіне салып береді. Сонысы ма? Типа мынандай смысл ғой. Біз регистр деп жіберейін деп жатқанда біз мына body-ді ашамыз ғой, запростың денесіне қойып береміз ғой даналарды. Ол как раз таки бізге request'in body'ның ішінде келеді якобы. Түсінесіздер ма? Request деген объект, просто объект, запростың объекті, ішінде body деген объект бар, соның ішінде біз жіберген даналар жатады. Сендер енді мынаны түсініңдер. Console log дегенде біз қазір қайда отырмыз? Backend'те отырмыз. Демек console log дегендерің ана браузердің несінде шықпайды console log'ында. Ол қайда шығады? Ол мына жерде шығады. Мына жерде шығады. Нода console log. Түсінесіздер ма? Backend'те отырмыз, біз браузерде отырған жоқ, браузерге қатысымыз жоқ вообще. Біз backend, біз Express. Сол үшін. Давайте мынаны енді қараңдар. Экспрессте новый код жазғаннан кейін осы код істету үшін қайтадан өшіріп қосып отыру керек. Может бір библиотекалар бар, өзі қосып өшіретіндей, React-тағы секілді. Мен оны әлі тапқан жоқпын, сол придется пока қосып өшіруге. Өздерің тауып алсаңдар болады. Қосып өшіргенде мына код уже пайда болады деген ғой. Тексерейік па? Жіберем Рамазанды, send деймін, пост запрос. Мынау ответ бермепті ме? Ответ бермесе күте береді, но главный қараңдар. Көрдіңдер ма? Демек request.body'ның ішінде жатыр да мен жібергенде. Түсінесіңдер ма? Точно? Қайда жатыр? Request.body'ның ішінде демек мен жіберген даналар жатыр. Мынау күтіп тұрса, бүйтіп долго күтіп тұрса, өшірушінің cancel бассаңдар болады. Өйткені біз ответ бермей жатырмыз да, ол күтіп отыр серверден ответ. Ол үшін бір какой-то ответ бере салу керек, в конце қазір береміз. Енді қараңдар. Бере салайыншы все-таки rest.send деп. Өлтіріп бір нәрсе бере салайыншы. Hello деп, пока. Тұрып қалмасын деген ғой. Send status емес, send просто. Енді қараңдар. Request.body'ның ішінде жатыр ғой, мен мына екеуін өшіріп тастасам енді. Мына екеуіне келдік. Мына екі зат body parser деген жаңа не үшін керек библиотека. Екеуін өшіріп тастадым да, қайттан мынаны өшірдім, серверді қайттан қостым. Қайттан запрос жасайым, қараңдар. Send деймін. Ответ келді, жаңа hello деген ответ келді, ол ответ маған қатысы жоқ. Undefined болып қалды жаңа. Жаңа көрсетіп тұрды ғой, Рамазан, email бар. Енді undefined болып қалды. Неге? Как раз таки мына body parser деген библиотеканың жұмысы, даже аты айтып тұр, аты. Body деген дене, жаңағы запростың денесінің парсері дейді. Парсер деген денесіндегі заттарды алып береді. Алып беріп, бізге бір оңай қылып береді бізге деген секілді. Body parser. Жаңа істеп тұрып еді, мына екеуі өшіріп істемей қалды. Request.body істемей қалды. Неге? Мына екеуі как раз не жұмыс істейді? App use деп мына екеуін жазғанда. Мынау примерно көрдіңдер, JSON деп тұр. Демек, JSON-ды атқара алатын бір несі бар, функционалы болады. Request-ның ішінде келген JSON объекті алып нетеді. URL encoded, extended false деген тоже бізде қатты жоқ, мен оны қатты түсінбеймін. Но мына body parser деген библиотека қалай жұмыс істейді? Запростың ішінде келген параметрлерді алады да request.body деп өзі құрып береді. Request деген объект бар, бірақ body деген объект болмайды изначально. Body'дің көрдіңдер ма? Мен request.body деген көрсетіп тұрмын, undefined дейді. Body деген зат жоқ дейді. По сути жоқ. Body деген затты кім құрып береді? Мынау құрып береді, мына body parserден құрып береді. Ол алады да сен жіберген параметрлерді алады, жаңағы email, Рамазан деген бәрін алады да, JSON объект алады да. Request деген объекттің ішінде body деген объект құрып береді. Сол body'ға жаңағы сен жіберген параметрлерді салып береді өзі. Неге өйтіп істейді? Саған запростың ішінде келген данныйларды алуды оңайлату үшін, оңай алу үшін. Түсінесіңдер ме? Егер мынау болмаса, если body parser сен қолданбасаң, тебе придется не былай алуға,
білмеймін мынаны қай жерінде жатыр, request точка бір нәрсе там какой-то там первый бір нәрсе деп алу керек болатын шығар. Бізге қиын болып кетеді алу параметрлерді, түсінесіздер ма? Body парсердің жұмысы сен жіберген даналарды алуды оңайлату, оңай қылу. Түсінесіздер ма? Түсінікті ма? Окей? Қысқасы, қатты кіріп керек емес, мынаның жұмысы body парсердің request точка body деп бізге осыны body'нің ішіне алып алуға мүмкіншілік береді болды. Түсінікті ма сіздер? Қазақша? Помогает легко брать данные запроса. И все. Больше мән керек жоқ. Просто жаза салыңдар, сендер қатты оны түсініп керек жоқ. Осы екі зат. Ол арнайы библиотека бар мынада, body парсер. Ол и так тұратын жер. Тұрмаса node modules-ты тартып алыңдар. npm install body parser деп тартып алсаңдар болды. Если вдруг болмай қалса. Хотя ол болады, экспресстің ішінде ол бар зависимостьтарында. Түсінесіздер ма? Енді не істейміз? Бізге request.body ішінде келеді ғой Рамазан. Оны қалай не істеу керек? Оны біз мына ішіне салу керекпіз, е? Usersқа салып тастау керек, е? Типа базаға салып жатқандай, бірақ массивке салу керек. Қалай саламыз массивке? Пока PTS ештеңке тексермей қойып, обычно тексеру керек, онда email уже занят болса, онда массивке салмайын деген тема болып, біз тексермейміз, уақыт жоқ пока. Users.push деймін да, пока request body салсын. Түсінесіздер ма? Консоль лог уже керек жоқ, тексеріп болдық қой. Демек, маған келген жаңағы объекті, Рамазан деген объекті, мен қайда? Usersқа саласам push. Окей? И на всякий случай бүйтіп салайық консоль лог. Users'ты көрсете салайық. Users'ның ішінде вообще кірді ма, кірген жоқ па Рамазан. Потом не істейміз? Response.send арқылы біз просто строка жібере аламыз, е, народ? Я бір сөз ретінде. По идее біз не үйрену керекпіз? JSON ответ жіберіп үйрену керекпіз. Біз запросқа JSON запрос жасап үйрендік қой жаңа, өзіміз салып. Енді ответ тоже JSON ретінде келу керек. Ол үшін send емес, send деген функцияның орнына JSON деген функция қолдану керек. Send десең просто строка ретінде жібересің, JSON десең JSON ретінде жібересің. Бірақ JSON дегенде обязательно жерде JSON объект беру керек болады. Түсінесіздер ма? JSON объект беру керек. Просто бүйтіп салайық message не дейміз? Типа бүйтейік. User бүйтіп берейікші. Мынандай нәрсе бар, білесіңдер ме? Бүйтіп берсеңдер, ішіне айнымалы тығып жіберуге болады. Yo дегенді бассаңдар. Мынау қайдан шықты? Мен yo дегеннен екі рет бастым. Yo. Бір нысан сол жағында тұрады. Бүйтсек болады. User кімнің атын жазайық? Білесіңдер ғой, мынандай доллар жазасыңдар, екі жақша жазасыңдар, ішіне бір айнымалы жазуға болады. Мен бүйтейін. Бізге request body'дің ішіне келді ғой мынау, е? Бүйтейін. request.body.username, жаңа Рамазан аты, е? Біз username-мен жібердік қой мына неде. Postman-да мына жерде username-мен жібердік қой мынау, Рамазан деген. User Рамазан was registered десек, типа регистрация өтті деген секілді. Окей, осындай ответ қайтады, түсінесіздер ме? JSON ретінде қайтады ответ осындай. Жарай ма? Мына users'ты консольға көрсетсек, вообще users'қа кірді ма, массив кірмеді. Түсінесіздер ме? Пока ешқандай проверкасыз ұрып жатырмыз. Уақыт жоқ просто. Қайта не істеймін? Өшірем. Қосам. Send жіберейік, на Рамазан жіберейік. Жібердік, ответті көріп алайық. Message user Рамазан was registered деп келді. Көрдің ме? Рамазан деп келді. Демек істеп тұру керек. И мына жерде қараңдар. Кстати, ID мод кетіп бізде. Но Рамазан массивке кірді. Users деген массивке кірді. Түсінесіздер ме? Только ID жоқ, ID-ні жазсау керек. ID қалай болады? Мына қалай істеуші едік, народ естерінде ме? Былай істеуші едік. Новый объект тұрамыз, мына жерде Рамазан болады, былай ме? Қалай еді? Былай емес пе? Request.body и еще ID. ID немеге тең болады, бетейік. Users деген массивтің ұзындығы +1 дейсі. Қазір ұзындығы 1 болып тұр ғой, 1-ге 1 қоссаң 2 болады, ID 2 болып кетеді деген сол. Мына естерінде ме? Мынау естерінде ме? Мына request.body'дің ішіндегі бәрін аламыз, мына объект ішіне саламыз, плюс еще ID қосып береміз деген сол. Енді қайтын өшіріп қоссақ. Жақтарым болса сұрап отыр, народ. Ет қамаңдар. Қайтын Рамазан етейік, сендтейік. Міне Рамазан registered. Енді қайтын қарасақ, міне ID тұр. Ну, последний тұр, как разница, ID тұр. Дұрыс па? Тағы бір өді кіргізу керек болса, мына жерге аламын да, мысалы, кеттік, нені жазып сияқты, мысалы, Сара дейік. Сара gmail.com, Сара 123 и Сара деп жазайық. Тағы бір өді регистрация жасап отырмыз, типа. Send деймін. Жоқ қалды.
мына тармақтық міне user Sara was registered. И міне уже үш адам. Біріншісі Хасан, екіншісі Рамазан, үшіншісі Сара. Типа регистрация өтіп жатырмыз. Но сендер түсіну керексіңдер, егер мен сервер тоқтатсам, тоқтатып қайттан қоссам, опять же тек Хасан ғана тұрады өйткені. Біз өшіп тастадық қой получается. Бір минусы мынаның, өйткені база жоқ бізде. Базалық болса другой дело. Сен сервер өшсең де базалық сақтап қалады ғой. Мына жерде ондай тема жоқ. База қосайық десеңдер уже көрейік, но уақыт үлгермейміз ау деп ойлап. Мынаның өзі экспресстің өзін қосқанына рахмет деу керекпіз андай. Біз вообще бэкэндке қатысымыз жоқ, так қосып жатырмыз да, керек болған. И типа осыны не жасасақ, соңғы народ логин жасасақ тексеру үшін. Тоже логин тоже пауз запроспен келеді. Өйткені неге? Өйткені сен пароль жібересің, анау. Логинға жіберейік. Бірақ мына жерде push деген тема болмайды, не болады? Тоже request'ın body'ына келеді, біз логин жасасақ бүйтеміз народ қараңдар. Мынаны duplicate жасайын. Мына жерге регистрдің орнына логин деймін. Нені бәрін түсіндір ғой, Postman деген тема. Не үшін керек екен, біздің ненің заменасы ғой, React-ның заменасы отыр пока. Бэкэнд тексеру үшін, запрос жасап ответ қабылдау үшін. Тоже пост запрос логинға, бірақ логинға мен мынандай не жіберемін, body'да. Body'да мен жіберемін тек қана не? Email мен пароль жіберемін, маған юзернейм жібермеймін. Ол регистрацияда юзернейм. Түсінікті ма? Тек email и пароль жіберемін. Ол логин потому что. Дұрыс па? Регистрациядан кейін болатын зат. Иначе не дейміз логинға? Request.body'дің ішімен келген user, мынау user ғой получается. Бүйтсек body дейік. Бүйтейік const user дейік. Или там const, user бола берсін. Дұрыс па? Request.body'ді userге жазалайық та, и бүйтіп қалай тексереміз? Мына user, мына массив ішіне бар ма жоқ па деген қалай тексеру керек? For each емес. Users.find хоп, естеріне ме? Юзермен жүгіреміз да, каждый адаммен жүгіреміз, каждый адам ішінен бір адам іздейміз, Бүйтсек болады. Естерінде болу керек еді. Сінде стрелочный функция жазамыз. Стрелочный функция жазғанда, мына жерде бір-ақ параметр болса, мынандай бір параметр болса, оны можно без скобки жазуға, естерінде ме? И мына жерге былай жазып return деп жазғанша, лучше без фигурных скобка былай жазу болады, и так return болады, естерінде ме? Соң каждый юзермен не іздейміз? Юзердің емейлі тең-тең болу керек. Мына запростың келген юзердің емейліне, дұрыс па? Дұрыс па? Және юзердің пассворды тең-тең болу керек. Мына юзердің запроста келген юзердің пассвордына, Осылай іздейміз ғой, find деген. Соң find не қайтарып жүреді маған? Тапса бір юзерді қайтарады, Бүйтейік found user дейік. Табылған юзер дейік, например, ұрып жатырмыз. И бүйтсек, егер табылған юзер бар болса, егер бар болса, бір ответ қайтарайық. Соны дейік та, бүйтейік, found userдің аты, found userдің аты was registered емес, was logged дей саламыз, или logged дейміз, ну типа кірді деген сек, якобы сайтқа кірді, else адам табылмаса, типа тоже осындай нәрсе жазса, просто сообщение басқа жазса. Месседж дейік та, жерге басқа нәрсе жазсақ. Просто, типа wrong password or email. Ура берейік, примерно ше. Пока уақыт жоқ қой енді. Народ, тексерейік тез-тез, қараңдар. Мен қайдан запускать етемін? Асықпаңдар, қазір бір 2-3 минут уақыт алуы мүмкін мен. Бірінші Сараны нет көрейік, Сараны логин жасап көрейік сразу, регистрациясыз, без регистрации. Ол, конечно, бізге ұрысу керек. Wrong password or email, демек онда адам жоқ по идее еще регистрация. Сол үшін мен бірінші регистрация жасап аламын, Сара тұр мына жерде, әлі қарасаңдар. Регистрацияда әлі до сих пор Сара тұр. Сараны регистрацияға жібердік. Міне, Сара was registered. Енді логинға жіберсек. Народ, мына жерде логинға жана Сара болмаған кезде бізге неправильный email пароль дейді, бірақ все равно статус 200 келіп тұр. Олай болмау керек. Неправильный логин пароль 401 деген статуспен келу. 401 деген как раз регистрация автоматик. Логиннан өтпедің деген сөз 401. А бізге 200 келеді статус, бірақ сообщение өтпеді деп тұр, дұрыс емес. Енді мына қайтадан Сараны жіберсем логинға user Sara was logged деймін. Демек степ тұр, түсінесің ме?
но жаңағы бір минус 200 келмеу керек. Қазір 200 келу керек. Енді нормально, я логин 200 келу керек. А жаңа wrong password emailда 401 келу керек. В общем, бүйте салсыңдар народ. Все, последний назад, потом кетеміз. Өшіре салайын ені серверді. Народ, бүйтесіңдер қараңдар. Мына жерде JSON деп жібермей тұрып, статус деп аласыңдар. Статус 401 дейсіңдер. Түсінді ма? JSON алдында статус деген функциясы шақырасыз, потом JSON шақырасыз. 401. Енді қараңдар, последний народ. Қайтадан серверді қосам. Сразу Сараны логинға жіберем, без регистрации. Wrong email password 401 unauthorized. Сосын ма? Қайтадан регистрация. Сара регистрациядан өтті. Сара was registered. Енді логинға жіберсем, уже 401 емес, 200 Сара was logged. Түсінді ма? Келесі сабақ бұйырса токенді өтеміз. Тока бэкенд еще раз. Бір сабақ еще бэкенд. Сендер бірақ болмайсыңдар. Видео қараса көресіңдер. Одан кейін бэкенд пен фронтты қосуға тырысамыз. Все, рахмет. Значит, келесі апта.